Кәдімгі ас тұзы варикозбен күресте күтпеген көмекші бола алатын білесіз бе? Бүгін мен саған аяқтағы ауырлықты жеңілдетуге көмектескен ерекше әдіс туралы айтып беремін. Бастамас бұрын, пікірге өзіңнің қай қаладан екеніңді жазып кет. Маған әрдайым көрермендерімнің қай жерде тұратынын білу қызық. Ал сенің тәжірибең өз өңіріндегі адамдарға пайдалы болуы мүмкін. Варикозды кеңею жер жүзіндегі әр үшінші ересек адамда кездеседі. Бұл жай ғана косметикалық ақау емес. Ол өмір сапасына қатты әсер етеді. Аяқ ауырады, ісінеді, ауырлық сезімі пайда болады. Көп адам жалғыз жол, қымбат процедуралармен ота деп ойлайды. Ал шын мәнінде табиғат бізге ғасырлар бойы қолданылып келе жатқан қарапайым да қолжетімді құрал сыйлаған. Магний тамыр қабырғаларын нығайтады. Калий су тұз алмасуын қалыпқа келтіруге көмектеседі. Ал йод қанның ұсақ тамырлар арқылы айналуын жақсартады. Тұз теріге жағылған кезде тіндерге осмостық әсер ететін таңғаларлық процесс басталады. Теңіз тұзының құрамы адам қанының плазмасына өте жақын. Сондықтан оның биологиялық сәйкестігі жоғары. Тұзды ерітінділер тіндерден артық сұйықтықтың шығуына жағдай жасайтын ерекше орта қалыптастырады. Дәл осының арқасында ісіну азаяды және тамыр қабырғаларына түсетін қысым төмендейді. Бірақ дұрыс концентрация мен қолдану техникасын сақтау өте маңызды. Ерітінді тым қою болса, теріні күйдіріп жіберуі мүмкін. Ал тым сұйық болса, айтарлықтай әсер бермейді. Қазіргі зерттеулерге сүйенсек, тері сезімталдығына және мәселенің ауырлық дәрежесіне қарай оптималды концентрация шамамен 8 бен 15% арасында болады. Тұзды бірінші кезекте жағу керек аймақ голеностоп буынының маңайы. Дәл осы жерде варикоз кезінде қан жиі тоқтап, іркіліп қалады. Біз теңіз тұзының 10% ерітіндісін дайындаймыз. Су жылы әрі теріге жағымды болуы тиіс. Шамамен 37 градус шамасында. Бұл жай ғана кездейсоқ таңдалған температура емес. Бұл дене температурасына сәйкес келеді. Сол арқылы белсенді заттар тіндерді зақымдамай, тері арқылы жақсырақ өтеді. Жұмсақ мата немесе дәке алып, тұзды ерітіндіге малып, оны тобықтың айналасына 15-20 минутқа қоямыз. Тұз біртіндеп тері арқылы өтіп, лимфа ағымын ынталандырады және көк тамырлар бойымен қанның кері ағуын жақсартады. Көп адамдар жеңілдікті алғашқы процедуралардан кейін ақ сезінетін айтады. Өйткені голеностоп буыны көк тамырлар жүйесінің өзіндік тар жері. Анатомиялық ерекшеліктерге байланысты мұнда тоқырау құбылыстары жиірек дамиды. Екінші маңызды аймақ балтырдың артқы беті. Бұл жерде варикозға көбірек ұшырайтын негізгі беткей көк тамырлар өтеді. Тұзды ерітіндіні осы жерге жеңіл, дөңгелек қимылдармен ысқылаймыз. Қатты баспаймыз. Теріге қам құйылғандай аздап қызаруы керек. Бірақ тітіркенбеуі тиіс. Бұл аймақта орналасқан бұлшықеттер өте маңызды. Олар табиғи сорғы секілді жұмыс істеп, қанды ауырлық күшіне қарсы жоғары қарай итереді. Тұздың әсері осы бұлшықеттерді ынталандырады және олардың жиырылу қабілетін жақсартады. Ең қызығы, тұз тек жергілікті әсер етіп қана қоймайды. Ол ағзада тұтас биохимиялық реакциялар тізбегін іске қосады. Натрий мен хлор қанның осмостық қысымын ұстап тұруға қатысады. Бұл көктамыр жүйесінің дұрыс жұмыс істеуі үшін ерекше маңызды. Варикоз кезінде бұл тепе-теңдік жиі бұзылады. Натрий қан көлемін реттейді, ал хлор қышқыл сілтілік тепе-теңдікті сақтауға көмектеседі. Ол өз кезегінде тамыр қабырғаларының серпімділігіне және қанның жүру жеңілдігіне әсер етеді. Үшінші аймақ – табан. Табанның астыңғы бетінде көктамыр жүйесімен байланысқан көптеген рефлексогендік нүктелер бар. Тұзды аяқ ванналары жай ғана халық емі емес, веноздық қан айналымын ынталандырудың ғылыми негізделген тәсілі. Аяқтарымызды жылы тұзды суға шамамен 20-25 минут шамасында ұстау керек. Кейде 30 минутқа салып қоямыз. Табан бетінде 7 мыңнан астам жүйке ұштары орналасқан. Олар күрделі рефлекторлық байланыстар арқылы бүкіл ағза мүшелерімен және жүйелермен байланысты. Процедура кезінде қан тамырлары рефлекторлық бірде кеңейеді. Тіндердегі микроциркуляция жақсарады. Бұл әсіресе күні бойы аяғымен жұмыс істейтін, немесе керісінше, тым аз қимылдайтын адамдарға маңызды. Біртіндеп қан іркілісі азаяды. Көктамыр қабырғаларының тонусы қалпына келеді. Тұзды ванналар сондай-ақ табиғи вазодилататорлардың, тамырларды кеңейтетін және қан ағымын жақсартатын заттардың бөлінуін ынталандырады. Төртінші аймақ. Оны көпшілігі ұмытып кетеді. Тізе асты шұңқырының аймағы.
Бұл жерде терең көк тамырлар өтеді. Олардың жағдайы беткей тамырлардағы варикоздың дамуына тікелей әсер етеді. Тұзды ерітіндімен жеңіл уқалау лимфа ағымын белсендіреді және көктар тамыр түйіндерінің түзілуіне жол бермеуге көмектеседі. Тізе асты аймағы өте маңызды. Себебі дәл осы жерде терең және беткей көк тамырлар коммуникантты тамырлар арқылы бір-бірімен байланысады. Олардың жұмысы бұзылғанда варикозды кеңею жиі басталады. 5-ші аймақ. Ассақ бұлшықеттері. Бұл бұлшықеттер қанды жүрекке қарай итеріп отыратын табиғи сорғы секілді. Варикоз кезінде олардың функциясы жиі төмендейді. Тұзды ораулар бұлшықет тонусын жақсартуға және бұлшықет көктамырлық помпаның тиімділігін қалпына келтіруге көмектеседі. Ассақ бұлшықеттерін кейде адамның екінші жүрегі деп атайды. Себебі олар төменгі аяқтан жүрекке қарай келетін веноздық қайтарымның 70%-ға жуығын қамтамасыз етеді. Ораулар үшін тұздың күштірек, шамамен 15%-ық ерітіндісі қолданылады. Кен дәкені немесе бинтті жылы тұзды суға малып, балтырды ораймыз. Үстінен тағамдық үлдірмен, содан кейін жылы сүргімен жабамыз. Оны шамамен 40 минутқа қалдырамыз. Бұл процедура әсіресе ұйқы алдында тиімді. Өйткені жылыжай әсері пайда болып, минералдардың терең тіндерге өтуін күшейтеді және бұлшықет талшықтарындағы алмасу процестерін ынталандырады. Тұзды компресстердің әсер ету механизмі тері бетінде гипертониялық орта құруға негізделген. Осмостық қысым айырмашылығының арқасында тіндерден сұйықтық сыртқа шығады. Өзімен бірге зат алмасу өнімдері мен токсиндерді алып шығады. Сол себепті ісіну басылады, көктамыр қабырғаларындағы қысым азаяды. Мұның бәрі біртіндеп ауыртпай жүреді. Сондықтан тұзбен емдеу кез келген жастағы науқасқа жайлы. 6-шы аймақ. Сан аймағы. Көп адам варикоз көбіне осында. Санның терең көк тамырларынан басталатынын да білмейді. Қан ағысының бұзылысы сырттай байқалмауы мүмкін, бірақ ішкі жағынан тоқырау әлде қашан дамып жатады. Санға тұзбен жеңіл ысқылау варикоздың өршуін баяулатуға көмектеседі. Сан көк тамырларының диаметрі үлкен, сондықтан олар зақымданса, бүкіл төменгі аяқ көк тамырлар жүйесіне таралатын айқын тоқырау пайда болады. Мұнда теңіз тұзының микроэлементтік құрамы ерекше маңызды. Магний тамырлардың тегіс бұлшықет қабатын босаңсытады және түйрулерді басады. Калий тіндердегі су балансын реттейді, ісінудің алдын алады. Кальций тамыр қабырғаларын нығайтып, оларды серпінді етеді. Бұл элементтер бір-бірін күшейтіп, синергиялық әсер береді де, кешенді терапиялық әсер қалыптастырады. Аяқ саусақтарында жылуды реттеуге және микроциркуляцияға қатысатын қылтамырлардың қалың поры орналасқан. Тұз ерітіндісінің концентрациясын өте дәл сақтау қажет. Ерітінді тым әлсіз болса, осмостық әсер жеткіліксіз болады. Ал тым күшті болса, теріні тітіркендіруі мүмкін. Классикалық 10%-дық концентрацияны шартты түрде былай елестетуге болады. Су айтарлықтай тұзды дәмде сезіледі, бірақ теріге тигенде күйдіріп ашытпау керек. Дұрыс концентрацияны анықтаудың қарапайым сынағы бар. Ерітінді ащы, бірақ теріге жағылғанда жайлы болуы тиіс. Процедура уақыты да маңызды. Сақинамен айтқанда, тұзды өңдеулерді кешке, ұйқыдан 1-2 сағат бұрын жасау тиімдірек. Өйткені күні бойы аяғымызға түсетін жүктемеден кейін, дәл осы уақытта көктамырлық жүйе ең көп шаршайды. Кешкі процедуралар көктамырларды жеңілдетіп, аяқтарға демалыс береді. Бұдан бөлек, кешке тері сыртқы әсерлерге сезімталдау болады, ал ағза қалпына келу процестеріне бейімделеді. 10-шы аймақ. Тізе буынының айналасы. Тізе әртүрлі калибрдегі көптеген көктамырлар өтетін күрделі анатомиялық аймақ. Варикоз кезінде бұл жерде, әсіресе қозғалғанда, жиі ауырсыну пайда болады. Тізенің айналасына тұзды компресстер қою ауырсынуды азайтып, буынның қозғалыштығын жақсартады. Тізе буынының ішінде веноздық қан айналымы бұзылғанда, қабына алатын синовиалды қапшықтар көп. Әр процедурадан кейін теріні таза сумен шаю және ылғалдандырғыш крем жағу қажет. Тұзды жиі қолданғанда тері кебе бастайды. А, Е витаминдері бар табиғи майлар немесе кремдер теріні сау әрі серпімді ұстауға көмектеседі. Құрамында қанықпаған май қышқылдары көп майлар, зәйтүн, бадам, авокадо майы ерекше пайдалы.
Тұзбен емдеуге қарсы көрсеткіштерге терідегі жедел қабыну процестері, ашық жаралар, жедел тромбофлебит, сондай-ақ жүрек қан тамыр ауруларының ауыр декомпенсацияланған кезеңдері жатады. Созылмалы аурулар болса, процедураларды бастамас бұрын міндетті түрде дәрігермен кеңесу керек. Қант диабеті кезінде ерекше сақ болу қажет. Себебі мұндай жағдайда терінің сезімталдығы төмендеп, жарақат алу қаупі артады. 11-ші аймақ – жамбастың ішкі беті. Бұл жерде варикоз зақымдайтын негізгі магистральды тамыр, үлкен терасты көк тамыры өтеді. Ол зақымданса, варикоз айқын әрі күрделі түрге ауысады. Тұзды ерітіндімен тізеден шап аймағына қарай жұмсақ массаж жасау, осы маңызды көк тамыр бойымен қанды жоғары қарай өткізуге көмектеседі. Үлкен терасты көк тамыры адамның ең ұзын көк тамыры және көбіне варикоз ауруының алғашқы нысанасына айналады. Тұздың сапасы ерекше рөл атқарады. Кәдімгі ас тұзында тек натрий мен хлор ғана бар, ал теңіз тұзы түрлі микроэлементтерге бай. Ең дұрысы, ешқандай қоспасы, хош иістендіргіші жоқ, тазартылмаған теңіз тұзын қолдану. Қызғылт Гималай тұзы да жарайды, оның құрамында 80-нен астам минерал бар. Тұз таңдағанда оның шыққан жеріне назар аудар. Экологиялық таза аудандардан алынған тұзда зиянды қоспалар аз болады. Тұзды процедураларды жеңіл дене жүктемесімен біріктіру олардың әсерін күшейтеді. Тұзды компресстен кейін аяққа арналған бірнеше жаттығу жасау пайдалы. Велосипед, аяқтың ұшын көтеріп тұру, табанды бүгу және жазу сияқты.